кассирді бар бетперде сотқан үшін айыппұл салыңдар дедіңіз. Міне біз келіп тұрмыз. Ауырып қалыпты ма? Енді маска кийсін деп мен оған адам сияқты айттым ғой. Басшысын іздеп жатырмыз, және жана сұмдық тірлік бір. Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Шекербекұлы, рахматулла. Естеріңізде болса, бірнеше күн бұрын оңтүстік жарықтың кассасына келген болатынбыз. Энергопотокқа бұндағы кассир және басшысы бетперде тақпай отқан болатын. Медициналық карантин кезінде бөлме нысанның ішінде, сыртта емес. Соны байқаған кісілердің талабы бойынша, көрермендердің талабы бойынша мұнда мобильный топ шақырттым, және де ұлттың тілдің жанашырларының талабы бойынша қазір іштегі үнпарақ, яғни орысша жазылған үнпарақтың бәрін алғызып қазақша жазғызамыз. Бастайық. Бетперде тағып алайық нысанға кірерде. Ой, маскасы кіруге болмайды, өздер өткенде маскасы көрген отқан көрдік. Тоо жүрсе бәрі орысша. Орысша. Саламатсыздар ма? Бейне және аудио жазылым жүруде. Жанбол Шекербекұлы, рахматулла. Да тут какие-то эти знаки, которые мы не помним. Мына жерде көріп тұрмыз. Вот ТБО, не знаю. Орысша. А зачем тогда мусор отдельно еще принесли? Орысша. Почему мусор нам еще? Орысша. Білмеймін. Орысша. Понедельник, пятница. Орысша. Саламатсыздар ма? Сіздердің заңгерлеріңіз қай жақта отырады? Мына үнпарақтар сізге кім қойып берді, кім іліп берді? Мына қағаздардың бәрін кім іліп берді сізге? Сіз Юниплаттың қызметкерсіз ғой, мысалы қағаз сізге кім іліп берді, өзіңіз ба? Мен Юниплаттың қызметкерім, кассирім, жаңадан келдім. Сізге денге қызметкер қайда? Жұмыстан шығып кетті. Өз еркімен ба? Әлде босатылды ма заң бойынша? Өз еркімен ба? Жақсы. Мына қағазды сіз сұраған жоқсыз ба? Біз Қазақстанда тұрамыз ғой, мемлекеттік тіл Қазақстан ғой, неғып орысша жазғансыздар, Ресей емес қой деп. Жақсы, заңгерлеріңіз сіз жақта ғой? Жақсы. Кеттік шеха. Қасымда қазір инспектор жүр. Жаңағы алдында айтып өткендей, сіздердің талаптарыңыз бойынша жаңағы мен айтқан сөз емес, бұл пікірден оқыған сөзім. Бетігінен сідік шашыра отқан кассирді бар бетперде сотқан үшін айыппұл салыңдар дедіңіз. Міне біз келіп тұрмыз. Өздеріңіз көрдіңіздер, кассир жұмыстан шығып кеткен дейді. Бірақ қандай себеп екенін айтамай отыр. Қазір енді басшысына жіберіп еді ғой, басшысын көрейік. Қазір тұрады. Мына басты кіретін жері орысша бәрі. Үнпарақтардың бәрі орысша да, соны қазақ тілге аударту керек еді. Қазақстандамыз ғой, қазір біз қазір Ресей Федерациясын бір колониясында бір жерде емеспіз, тәуелсіз мемлекеттеміз. Мына кассадағы бүкіл үнпарақтар. Кассадағы ол бізге қарамайды ғой. Қай жаққа, кімге барайық? Өтеу бөліміне. Өтеу бөлімі адам бар ма о жақта? Кет. Өтеу бөлімі деген ол өткендегі жігіт қой. 8-дің бер жағында нөмір жоқ кабинет. Жабықтыр көрдік, Мына жақта да посторонний восхищен. Режимная группа. Ішінде де сыртында да. Жоқ, оны көрдік. Маска дегендеріңіз. Маскасыз емес, бетпердесіз кіруге болмайды. Маска емес, бетперде. Саламатсыздар ма? Бейне және аудио жазылым жүруде. Касса жаққа кім жауап береді?
А за что вы отвечаете? Мы работники ТО «Энергопоток». Да, энергопоток. Это же оңтүстік жарық, да? Это ТО «Энергопоток». Да. А за надписи кто отвечает? Это здание ТО «Оңтүстік жарық транзит». Начальство можете направить? Второй этаж. Хорошо, спасибо. Отдел сбыта, начальник, не знаете где? Энергопоток. Энергопоток не знаю. Ну вы в курсе, да, он рядом с вами тут, Да. за стеной сидит. Давно его нет? Нет, недавно. Сегодняшнего дня или... Сегодняшний день. Хорошо. Кетті екінші топ. Бізге басшысын іздеп жатырмыз, және де сұмдық тірлік бір Ресей Федерациясының ішіндегі бір кішкентай автономды мемлекет сияқты болып тұрмыз да әлі күнге дейін. Екінші қабаттар камералары приемная дейді. Без маск не входить. Осы жерде тұра тұр, ешкім шығып кетпесін, қарап тұр басына. Ешқандай қазақ тіліне деген құрмет жоқ. Қайырлы күн, Жамбыл Шекербекұлы Рахматұлы. Бейне және аудио жазылған жайлы ескертіп өтейін. Исабек қайда? Тірліктермен бе, жеке тірліктермен бе, әлде компанияның ба? Жақсыз, жай ғана осы мына жақта басшы теспен главный инженердің хатшысы болып табыласыз ба сонда? Бізге астындағы үнпарақтар бойынша келіп тұр едік. Орысша сөйлей ме сізге? Қазақ тілді адамсыз ба сіз? Қазақсыз ба? Мұны көріп тұрсыз ба, мынаның бәрі үнпарақ деп аталады да. Бәрі орысшада. Біз Ресей Федерациясынан СССРден шығып кеткенімізге биыл 30 жыл болып жатыр да. Ал сіздер әлі бізді Қазақшасы да бар ма? жоқ, астында қазақшасы жоқ соның. Бәріне тарқатып бергенбіз, бәріне ілімдетіп, әр службаға берілген. Аха. Енді жауапты кім болады? Білмедіңіз ба? Мен тек хатшымын и делопроизводитель мүшесімін, документация. Заңгерлеріңіз кән? Ол астына сбытқа біз жауап бермейміз. Жоқ, заңгерлеріңіз кән? Сол бірінші этажда энергопоток бар, сол жерде не бар? Жоқ, маған оңтүстік Юрист бар өз астында. энергопоток айтып отыр. Касса жақтың. Сұраңызшы главный инженер, мен жауап беремін. Білмеймін, басты инженер не жайт алатынын маған. Ассалаумалейкум. Бейне және аудио жазылым жүргізуде Жамбыл Шекербекұлы Рахматұлы, 2 минут уақытыңызды алайық. Қазақсыз ба или орысша сөйлейін ба? Как вам понятнее? Қазақша сөйлей беремін. Жамбыл Шекербекұлы Рахматұлы тегім. Мен ба қоғамдық белсендімін, мен қоғамның талабы бойынша келіп тұрмын. Енді астында кассалар тұр ғой, 4 касса. Сол жақта бірде-бір қазақша сөз көрмедім да. Біз Ресей Федерациясының колониясымыз ба, әлде тәуелсіз мемлекетпіз ба? Ол кассаға мен қарамаймын. Касса ол энергопотоктікі. Біз оңтүстік жарық транзитпіз. Энергопотокқа төменге барсам 8-ші кабинетке. Ол оңтүстік жарық транзиттікі дейді. Ал сіздерге келсек былай жауап беріп тұрсыздар. Аренда солардағы Жазулы тұр ғой, қай мекеменің кассасы екенін, қастарында. Сіз юристсіз ба, юрист емес? Маған юристтеріңіз керек, заңгерлеріңіз. Астында ғой сол Қай кабинетте? Алтыншы ма, энергопотоктың юристі ол. Біздің юрист. Сіздерде жоқ па? Біздің юрист Шымкентте. Штатта жоқ па? Штатта жоқ, юрист бізде Шымкентте. Жақсы, өтеу бөлімі энергопотоктың білмейсіз ба қайда екенін? Жоқ, қызметкер да, басшысы, өтеу бөлімінің басшысы. Сегізінші кабинеттің қасында кабинет. Иә, жоқ, қазір жоқ та. Отызда ғой ол. Қашаннан бері? Білмеймін, көздеріне сұрасаңызшы, олар басқа Бізге мекеме. бағым айтпас қой. Жақсы, сау болыңыз, сәттілік. Міне өздеріңіз көріп отқандай, мына инспекторды және мені әуре сарсаңға салып, біз емес, аналар жауапты дейді. Төбеге барсаң, төмендегілер жауапты, біз емес дейді. Қазір энергопотоктың заңгерін ұстап алайық.
оң жаққа бұрылып кетті. Сол жаққа. Еще раз к вам. Ваши юристы где находятся? 7-й кабинет. 7-й кабинет. Выйду налево, направо? Направо. Ассалаумалейкум. Жетті. Можете позвонить, пожалуйста? Позвать его? Или ее? Сіздер қазақша түсінесіздер ғой, ә? Түсінбейсіздер ма? Мен тәуелсіз Қазақстанда туылған адаммын да. Орыс тілін жетік меңгерген, сөйлей аламын. Ал біздің жерде тұрып, қазақ тілін білмеген, ең болмаса сөйлей алмаса да кейбіреулер түсінемін дейді. Бірақ мына кісілер империалисттер, Ресейдің адамдары ма, білмеймін не үшін қазақша сұраққа мүлдем құқық етпей естімегендей отырғандарын. Юристері телефонмен сөйлескісі келіп отыр екен. Уалейкум ассалам, Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Бейне және аудио жазылым жүруде екен, ескертіп қойын сізге. Естіліп тұр ма даусым? Енді келмедіңіз ба жұмыс орнына? Жұмыс уақыты бітпеді ғой. Ерлан юрист керек па? Или начальник Ерлан керек па? Ерлан деген сбыттың бастығын айтып жатсыз ба? Видео түсірген Ерлан бастық. Мен не қатысым бар, юрист не үшін тұрсыңыз? Түсіндім. Ол бастықтарыңыз неге кетіп қалған деді ғой, демалысқа. Демалыста ма, демалыста емес бол? Отпускте емес болып тұр. Ауырып қапты ма? Енді маска кисін деп мен оған адам сияқты айттым ғой. Маска кимесеңдер ауырасыңдар әрине. Айтылды я, маска ки деді. Мені тұр дейді. Қасында тұрған маска қорғамайды адамды. Сіз қазір маған келіңіз, кассадағы орысша қағаздардың бәрін көзіңізше жұлып тастайық бірге, сосын қазақша іліп қойық, орысшаның бәрін алып тастайық. Біз Ресей Федерациясында емеспіз ғой, дұрыс па? Біз тәуелсіз мемлекет, біз өзіміздің тіліміз бар, я? Ол жөнінде менің қатысым жоқ. Кім енді қатысы бар? Қатысы мен осы қатысым жоқ. Кімнің қатысы бар? Жоғарғы саммитке кіріңіздер еді. Жоғарға бардық, кассаны сіздер арендалы. Оңтүстік жарық айтады, энергопоток толықтай кассаны жалға алған дейді. Со жалға алған жерлеріңізді тазалықта қазақша етіп ұстап отыруларыңыз сұрап отырмын. Мен ғана емес, ұлттың тілдің жанашырларының талабы бойынша келіп тұрмын мен қазір. Өзіңіз де оқыған шығарсыз пікірлерді. Енді сол мәселе неғып шешіп тастамадыңыздар мені қайта келтірмей? Болды, айтам ғой мен. Жоқ, айтам ғой емес, мен дәл қазір ананың бәрін жұлып алып тастау керекпін. Қазір мен өз бастықтың өзіне звондап көрейін. Звондаңыз, сосын маған осылай телефонмен рұқсат беріңіз, біз қазақшасын азанға дейін іліп қоямыз деп, мен орысшаларды қазір жұлып кететін болайын, жарай ма? Қазір звондап айтам. Жақсы. Рахмет. Бәрі басын алып қашады. Ақша алатын кезде бәрі бірінші тұрады кезекте. Ал нақты жауапқа келген кезде мен емес қой, анаған бар, анау мына жаққа кел. Қазір инспектор қайтпай тұра тұрыңыз, біз ана орысша сөздерді алып тастайық, жарай ма? Әділдік орнатайық, өз мемлекетімізде жүрміз ғой. Сіздер тіл бөлімінде кездейсоқ жағдайда істемейсіздер ма? Қай бөлімденсіз? Водительді там. Дәл керек адам екен ғой. Сіз касса арқылы төлейсіз ба әлде приложение арқылы ма? Приложение ма? Өкінішке орай соның кесірінен, соның салдарынан мына жаққа тексеруші адамдар келіп көрмейтін болып тұр ғой. Жаңағы жазудың бәрін екі мәселеде қазір, соның бәрін жұлып алып тастайық, біз әлі тәуелсіздік алдық қой, 30 жыл бұрын әлі алмадық па?
Қазақ тілін былай таптатып қоюға болмайды да өрескел түрде. Сон менің көрермендерім, қалалықтар жалпы республика көреді ғой. Соны алып тастауды талап етіп отыр, соны қазір орындау керекпіз. Қазір юристі заңгерін не қылдық, хабарластық. Ол басын алып қашып отыр, жаңа естігендей қазір біліп берейік дейді. Басшылар жоқ, айлық алатын кезде келеді. Қазір заңгер не деген білек? Хабарласты ма? Біз жо, мен касса жақта айтып жатырмын ғой. Сізге не касается? Касается, оңтүстік жарық сіздерге жалға берген. Энергопоток. Исабековтың орынбасары айтады, энергопотокқа жалға беріп жергенбіз дейді о жақта. Біз қазір қандай шара қолдана аламыз? Олардың өздері жоқ болса алып тастай аламыз ба? Тек қана өздері қолдарымен алып тастау керек бола ма? Өздері қолдарымен алып тастағандары дұрыс. Тіл туралы заңның 21 бабына сәйкес міндетті түрде мемлекеттік тілдегі нұсқасы ілініп тұру керек. Иә, біз орысшаны алып тастаңдар деп жатқан жоқпыз. Бірінші қазақ тілі тұру керек, оның қасында қосалқы болып орысша тұрсын. Сөз жоқ оған. Біз тек қана қазақ тілі тұрсын деп жатқан жоқпыз қазірге. Хабарласасыз ба, өтініш? Бір Петропавлға да қонаққа барып тұрамын да, бірақ о жақта мұншалықты басымшылықты көрмегенмін да, ана солтүстікте тұрып, мына жақта оңтүстік, бәріміз қазақпыз. Орыс тілді үнпарақтарды 100% алып тастаудың қажет жоқ, өйткені орыс кісілер бар, әлі тұратын мұнда, гректерде болып қалуы мүмкін. Қазақ тілі бірінші қатарда жоғарыда тұру керек, толықтай мағлұматты, ақпаратты беріп қарапайым кісілерге, қазақ кісілерге, өзімізге. Одан кейін астында, одан кейін қосалқы болып жаңағы орыс тілі жүре берсін. Біз қарсы емеспіз. Біреумен сөйлесіп отқан шығар, күте тұрайық. Сіздер тек қана осылай хабарласып шағым түскеннен кейін қарайсыздар ма, әлде мониторинг жасамайсыздар ма әлеуметтік желілерді? Жалпы әлеуметтік желіде жасаймыз. Осы кеше ғана бізде арнайы топ құрылған, түсіндіру тобы. Біздің құзырымызда тек қана түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Айыппұлды инспекторлар. Айыппұл салу біздегі облыстық басқармамыз бар, солар салынады. Бірақ дегенмен де қазір тіл туралы заңына өзгерістер енгізіліп қаралып жатыр. Осы 22 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңағы жүзеге асуы мүмкін жергілікті атқарушы органдарға осындай құзыр беру ма? Түсіндім. Жақсы, өте дұрыс. Өйткені 30 жыл бойы тәуелсіздігімізді алып келе жатып, әлі тіл деп күресіп жүргеніміз ол дұрыс емес тірлікті. Оны 92-93 жылдар болып атса, ол қазіргі жағдайда жаңағы орысша не деп атқанымыз ол сол кезде болатын еді. Ал 30 жыл өтіп кеткеннен кейін әлі біз осылай жүргеніміз ол өте ұят тірлік. Сондықтан әрбіріміз ат салысып, жаңағыдай ақпарат шығарып тұрып, немесе осылай бейнеге түсіріп, немесе фотоға түсіріп, белсенділерді жіберіп тұру керек. Белсенді деген арнайы мен сияқты белсенділер арнайы бір ақша алып, мемлекеттен немесе грант алып отқан адамдар емес. Мен қарапайым өздеріңіз сияқты азаматпын. Жай ғана камераға түсіріп шығаратын айырмашылығым бар да. Ал ондай құқық әрбірімізде бар, әрбіріңізде. Сіздер де үй таластар, сіздерге ешкім ондай шектеу қоя алмайды. Әрбіріміз еркін қазақпыз, тәуелсізбіз, азатпыз. Бізге тиесілі затты алуға мүмкіндігіміз бар, талап ету керекпіз соны. Ұмытпаңыздар. Заңдар, құқықтарыңызды өзіңіздің таптатқызбаңыздар. Ешкімге, ешқашан. Мен қазір байланысқа шайын, үзе тұрайын, мына жақта көп уақыт өтіп кетті. Қазір байланысқа шамыз, қазір 17:45, 5:45 болды. Мұнау кешіріңіздер, мен әдейі емес темекін жарнамалаған жоқпын. Мен сыртқа шығып кеттім, жаңағы кісілерге заңгер хабарласқан жоқ, сол күйі лақтырып кетті. Қазір жаңа 17:47 болатын, қазір
18:09. Мен әлі осында күтіп тұрмын, және де күтіп тұрамын да, кассаны жапқызбаймын. Қазақша алатып өзгертпейінше, мемлекетіміздің тілін қорғамайынша, ұлтымыздың тілін қорғамайынша. Қазір енді жаңағы әкімдіктен көрген болатын боларсыздар. Мобиль топтың ішінде Айнұр деген ханым жүрді. Сол кісі әкімдікке мәдениет тіл бөліміне хабарласып, жаңағы нажақтағы үнпарақтың бәрін орысшасын түсіріп алып, әкімдікке жіберді. Әкімдік тезірек менен құтылу үшін және заңды үміттенем, заңды бірінші рет құрметтеп, соны өздерінің шотынан өздері келіп жабыстырып беріп кетпекші. Бірақ осыған дейін қайдан білмеймін, не үшін өздері жасамай жүргенін, мен айтқаннан кейін ғана болып тұр. Қазір күтейік енді мәдениет бөлімін. Байланыста боламыз. Саламатсыз ба? Мен Жанбол Шекербекұлы Рахматулла. Бейне және аудио жазылым жүргенін ескертіп қойын. Таныстырып өтсеңіздер, қиын болмаса. Мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің бас маманы Кадырова Малика, мәдениет бөлімінің әдіскері Жолдасбекова жалғас. Жақсы, сіздер қазір өздеріңіз мынаны ауыстырып жатсыздар, энергопотоктың қатысы жоқ, кеттік. Мынаны басынан бастап көрсетіп шығайын. Орысша екен көріп тұрмыз, бәрін. Осында далада бар күзетші. Қазір біз 30 жыл бұрын тәуелсіздік алсақ, қазір соны дұрыстаймыз, қазақтандырамыз. Юниплат энергопоток ақша алатын кезде бірінші кезекте осында кассада отырады, күні бойы. Ал қазір қазақтандыру керек деген кезде біреуде қалған жоқ та. Мына жаңағы Юниплаттың жаңа қызметкері ғана қалып тұр, өткендегі әйел кісінің орнына келген. Қалған бәрі қашып кеткен, ақша алуға шеберді. Ал қазақтандыруға келгенде ешқайсысы орнынан табылмайды. Бір секунд, ұзалыз. Қазақшаны орысшаның астына етіп қойып та, соны қазір дұрыстап, қазақша бірінші орында тұрады. Ол мемлекеттік тіл. Қазақ тілі осы жердің иелерінің, яғни біздің тіл. Ешқандай тіл, орыс тілі болсын, ағылшын болсын, ешқайсының тілі бізден жоғары тұрмау керек. Жердің иесі бізбіз. Ресей тәуелсіздік алдық, олар басып алған, алдап болсын, қалай болсын. Біз тәуелсіз өзіміздің жерімізде жүрген еркін азаматпыз. Біздің тіл бірінші жүру керек. Үш мың орыс бар. Мен оларға ешқандай қарсылығым жоқ. Жүрсін, өмір сүрсін, рахаттансын. Бірақ сол 100 мыңдық Кентауда 100 мың адам тұрады да, қаланың өзінде. 2 мың орыс соларға арнап, оларды бір жердің иесі ретінде көре ма, білмеймін, компанияның иелері орыс болуы мүмкін, тіпті өз тілдерін басымдырық үстем етіп жатыр. Олай болмайды. Жер кімдікі? Қазақтікі. Барлық жер қазақша қызмет алу керек біз. Қазақша қызмет көрсету керек. Талап ете білу керекпіз. Біз үнсіз қалсақ, олар басына береді. Сондықтан қайда жүрсеңіз де талап етіңіз. Жаңағы өткенде айтып еді, өтеу бөлімінің басшысы Ерлан ба? Бізде оптимизация, кассирлерді жұмыстан шығарғанда, оптимизация деген ол қызметкерлерді штат қысқартып, қызметінің ақысын төмен етуді.
ал олар керісінше оптимизация жасап және қызметтерінің ақысын құнын көбейтеді да. Сондықтан бір басшысы айлықтары 2-3 миллион теңге екен білеміз ғой оңтүстік жарықта, иә. Соларда басшылары энергопотоктікі болсын, қайсысы болсын 3-4 басшы болады ғой. Солар әрқайсысы айлығынан бір 30 мың теңгеден кесетін болса, ай сайын бір касса мына жақтан тегін ашуға болады. 100 мыңдық халық үшін бір касса тегін ашуларыңа болады. Мынау негізі дискриминация болып табылады. Бір күні келу керек, өйткені заң тұлғалар кезектен тыс қабылданады дейді. Сонда қарапайым бір әйел кісі болсын, ер кісі болсын, қайсысы болса да кезекте тұру керек та. 2-3 мың теңге төлейтін, ана 20-30 мың төлейтін қалталы адамдарды кезектен тыс қабылдайды екен да. Мен түсінетін едім. Мына жерде Ұлы Отан соғыс ардагерлері немесе бірінші топ мүгедектері кезексіз қабылданады десе да, ол азаматтарға социалды сондай керемет ұйым дейтін едім да. Ал мынау заңды тұлғалар білеміз, артық төлейтінін қатардағы азаматтардан. Олар кезексіз екен да. Неге біз мына жақта 30 адам болып кезек болып тұрамыз, сонда бір қалталы біреу келеді да, бәріміздің үстімізден өтіп төлеп кете ма? Бұл дискриминация. Бұл мәселені де міндетті түрде шешу керек. Күн қайырлы болсын, назарыңызда Жанбол Шекербекұлы Рахматұлы. Қазақстанға қазір қош келдіңіз. Мәдениет тіл бөлімінің мамандары өз шаруаларын бітірді. Мұнда бірінші қазақшасы тұрады. Қазақша, одан соң барып оның астында орысша. Осылай тұрсы. Қазақша. Бірден бастаймыз ба? Ой. Түсінбей кеттім. 5, 6. Аударып қоямыз, қосымша бер жеріміз Су, жылу, 3 бос тұр, жалпы жай ақпарат беретіндер сияқты. 4 тазалық, жұмыс уақытын көріп алыңыздар керек болса. 5. Алдағы уақытта мынау үшін 0 болу үшін, былай болу үшін күресу керек. Жақсы, сау болыңыз, жұмысыңыз берекелі болсын, ешкіммен ұрыспаңыз, рахмет шыдамыңызға. Ал енді мәдениет бөлімі сыртта сөйлесек, Қазір мен мәдениет бөлімінің мамандарына сөз берейін. Сіздер егерде кез келген жерде ас ішетін жерде болсын, бірдеңе жөндейтін қандай қызмет алып жатқан болсаңыз да, орысша тұратын болса, бірінші орында немесе қазақша тіпті жоқ болатын болса, сіздер қазіргі байланыс нөміріне хабарласып, ақпаратты бере аласыздар. Қандай? Қала тұрғындары, сіздерге де үлкен өтініш, осы мәселеге бірге атсалысайық. 3-53-12-3-18-34 байланыс телефондарына хабарлассаңыздар болады. Сондай-ақ біздің барлық әлеуметтік желіде тіркелген өзіміздің арнайы аккаунттарымыз бар. Фейсбукте Кентау мәдениет тіл бөлімі деп тұрамыз, Инстаграмда Кентау мәдениет. Осы аккаунттарға жазып отырсаңыздар, рахмет сіздерге. Рахмет, сау болыңыздар. Жақсы. Бәріміз бірге еліміз қазақстандыру процесін жүргізейік. 30 жыл өте тұрып, тәуелсіздік алғанымызға қазақша енді жасап жатқанымыз әрине ұят, бірақ ештен кеш жақсы, сондықтан атсалысайық. Жанбол Шекербекұлы Рахматұлы, байланыста болған.